Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмір сүрген заманда бір яһуди дінбасы Шам елінде өмір сүрген екен. Және ол мұсылмандарды өте жек көретін болған. Бір күні Тәурат оқып отырып, 4-ші бетіне келгенде пайғамбарымыздың есімін кездестіреді. Ашумен ол бетті жыртып тастайды. Екінші күні тағы да Тәурат оқуға кіріскен кезде 8-ші бетінен пайғамбарымыздың есімін кездестіреді. Оны да ашумен жыртып тастайды. Және үшінші күні тағы да 20-ші бетте пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам есімін кездестіреді. Бірақ бұл жолы ойланады. Өз-өзіне оның есімі кездескен барлық беттерді жырта беретін болсам, кітап таусылады дейді. Мұнда бір даналық болу керек дейді. Енді ол кездерде пайғамбарымыздың ислам дінін уағыздап жатқаны оның еліне дейін де жеткен екен. Ұзақ сапар шегіп Мәдинаға барады. Бірақ пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болғанына 4 күн болған екен. Дінбасы мұны естігеннен кейін жылай бастайды. Сонда бұны көрген Хазірет Али радиаллаху анху: "Ей жолаушы, сен кімсің? Неге жылайсың?" дейді. "Мен бір яһуди дінбасымын, Шамнан келдім." Али сонда Тәураттан пайғамбарымыздың есімін көрген кезде парақтарды жыртқан сенсің бе деп сұрайды. "Иә, оны қайдан білесің?" дейді таңырқап. "Сенің келетініңді пайғамбарымыз айтқан." Бұл сөздерден кейін дінбасының ислам дініне ешқандай күмәні қалмайды. Сол жерде кәлима шахадатты айтып, мұсылмандықты қабылдаған екен.